Саламатсыздар ма? Мен Сожжоздар Академиясының оқушысы Нұрлан Нұртөре. Бұл жобаның тақырыбы Eco Plus Tech City. Ал мақсаты бұл жоба адамдарға ыңғайлы, әдемі және де бұл ғимарат өзінің құрылғылары арқылы электр энергиясын жинап, өз-өзін қамтамасыз ететін болады. Бұл макетте заманауи тұрғын үй кешенінің макеті құрастырылған. Мұнда екі биік мұнара тәрізді ғимараттар орналасқан. Олар бір-біріне ұқсас және қала сәулетіне сән береді. Бұл ғимаратта желдеткіш тәрізді құрылғылар орналасқан, яғни олар винттің айналуы арқылы электр энергиясын жинайтын болады. Электр энергиясын жинап, өз-өзін қамтамасыз ететін болады. Ал бұл ғимараттың ортасында бізде сарқырама, яғни бұл адамдарға әдемі және табиғатты көрсетіп тұрады. Ал бұл жерде бассейн, бұл жерден су ағып, байнан айналып, яғни фильтрмен су ауысып, тазартып тұрады. Және ол да электр энергиясын жинап тұратын болады. Бұл ғимараттан да бөлек бізде көп қабатты үйлер де бар. Бұл үйлердің үстіндегі ол күн сәулесін жинап, яғни электр энергиясын жинап, өз-өзін қамтамасыз ететін болады электр энергиясын. Және бұның қасында бізде демалыс орындар, жасыл аймақтар және балаларға арналған ойын жерлері де бар. Бұның қасында және де көліктерге арналған жолдар да бар, және де көліктерге арналған тұрақ орындар да бар. Бұл жобамды мен қорытындылай келе, бұл жоба адамдарға және де әдемі болып тұрады және қала сәулетіне сән беріп, еш жерден өз тоғамай, яғни өз-өзін қамтамасыз етіп тұратын болады.